қадірлі әріптестер, көлік министрлігі механизмдері анықталмаған, дұрыс талқыланбаған заң жобасын бізге парламентке енгізді. Бұл жобада 100 мыңдаған таксистерден ай сайын ақша төлеуді міндетте ұсынылған. Бұл такси қызметінің құнын барлық тұтынушылар үшін қымбаттатар еді. Оны не үшін жасап жатыр? Ол не береді деп сұрағанымызда қауіпсіздік деген жауап алдық. Сонда 10 миллиард теңге біреудің қалтасына түссе, ол қауіпсіздікті қалай күшейтеді? Түсініксіз. Депутаттар бұл міндетті, бұл норманы заң жобасынан алып тастады, жарайды, бір мәселе шешілді, бірақ бұнымен жобаның кемшіліктері аяқталған жоқ. Тасымалдау саласында проблемалар бар, қауіпсіздік мәселесі ушығып тұр, реттеу керек, бірақ министрлік оны неге шешпеді? Оның жауапкершілігі қайда деген сұрақ бар. Өзін-өзі реттеуді енгізе салғаннан қауіпсіздік мәселесі автоматты түрде шешілмейді ғой. Өзін-өзін реттеуді енгізгенде жүйелі көзқарас пен нақты шешімдер қажет. Мен осы мәселе бойынша 4 бағытта ой білдіргім келеді. Бірінші, мемлекеттік бақылау. Көлік саласындағы мемлекеттік бақылау мен министрліктің жауапкершілігі бұл заң жобасымен тіпті жойылуға жақын. Заң жобасында бақылау мен реттеу негізінен өзін-өзін реттеуге, яғни палатаға ғана жүктелген. Бұған қоса осы палатаның өзін мемлекет тарапынан тексеру мен бақылау бойынша мемлекет қауқарсыз болады. Мемлекеттің оларды бақылау мен тексеру бойынша заң жобасында жеткілікті құзыреттілігі жоқ. Жаңа министр мырза бар дейді, бірақ міне салыстырмалы кестеде жазылып тұр. Тек қана оның мүшелігін ғана тексере аласыздар, басқа ешқандай тексеріс жоқ деп міне мына жерде салыстырмалы кестеде. Қай заңды сіз талқылап отырсыз, мен оны түсінбедім. Екінші, реттеу. Палатаға реттеу функциялары толық берілген, бұл негізі дұрыс шығар. Бірақ стандарттар мен тасымалдау ережелер бойынша негізгі талаптар мемлекет тарапынан бекітілу керек еді. Егер палаталар өз ережелерін өздері дайындап, өздері бекітіп, өздері реттесе, қандай да бір заң бұзушылықтар орын алуы мүмкін. Меніңше, мемлекет белгілі бір минималды әрі нақты талаптарды бекітіп, палата оған қосымша шарттарын енгізіп, реттеуге мүмкіндік беруге болушы еді. Үшінші, монополия бойынша жаңа өте дұрыс депутаттар көтерді. Бізде 3 палата болады дейді. Неге 3? Неге 4 емес? Неге 10 емес? Сұрақ түсініксіз. Оларды кім құрады? Бұл қызмет кімге бұйыратын туралы ақпарат жоқ. Бұл монополияға алып келу қаупі бар. Оған тосқауыл қоятын мынау заң жобасының ішінде нақты нормалар жоқ, сондықтан сұрақ көп, қауіп бар. Төртінші, қауіпсіздік. Министрлік жалған техосмотр мәселесін шешпеді. Заң жобасында да бұл мәселе ескерілмеген. Енді жауапкершілікті палаталарға жүктеп отыр. Заң жобасында тасымалдау бойынша алдын ала бақылау, сақтандыру, техникалық бақылау мәселелері де шешілмеген. Жалпы бұл заң жобасы үлкен толықтырулар мен өзгерістерді қажет етеді. Министрліктің жауапкершілігімен бақылауды сақтау керекпіз, біріншіден. Екіншіден, монополия қаупін азайту бойынша нақты нормалар керек. Үшіншіден, қауіпсіздік бойынша жүйелі реформалар керек. Министрлік батыл шешімдер қабылдау керек деп санаймын. Төртінші, жүргізушілердің, таксистердің әлеуметтік қорғауын күшейту шаралары керек. 100 мыңдаған такси жүргізушілері үшін әлеуметтік қорғау мәселелерін министрлік қарау керек деп санаймын. Жалпы пилот керек еді, алдын ала пилот жүргізу керек еді. Теорияда әрине бәрі жақсы, бірақ негізі оны практикаға енгізгенде сұрақтар туындап жатады. Сондықтан жаңа жауапты тыңдап отырмыз, заң жобасында бір мәселелер қаралған, бірақ жаңа депутаттардың жауабына берілген, сұрақтарына берілген жауап бойынша менде осы мәселені тағы да министрлік өзі жеке қарау керек деген бір өзі сондай тұжырымдамаға келіп отырмын. Назарларыңызға рахмет.